Бозанбай ауылы Бозанбай орта мектебінің 9 сынып білім алушысы Қапақ Айшан Руханышқызы. Мен сіздерге өзімнің инновациялық экологиялық бизнес идеялар, тұрақты бизнесті дамыту, экологиялық таза техникалар мен өмір сапасын жақсартуға бағытталған бастамалар атты жобамды ұсынгым келеді. Кіріспе. Қазіргі таңда әлем халқының саны артып, ауыл шаруашылығы өнімдеріне сұраныс күннен күнге өсіп келеді. Осыған байланысты заманауи экологиялық таза және тиімді әдістерге көшу уақыт талабы. Осындай жаңашыл тәсілдердің бірі гидропоника. Бұл әдіс арқылы топырақсыз су негізінде өсімдіктерді өсіруге болады. Ол табиғи ресурстарды үнемдеп, қоршаған ортаны ластамай, экологиялық таза өнім алуға мүмкіндік береді. Гидропоника тек ауыл шаруашылығының болашағы ғана емес, сонымен қатар жасыл бизнестің тиімді бағыттары ретінде дамып келеді. Жобаның аты Экогидрофарм, экологиялық таза, топырақсыз көкөніс өндірісі. Гидропоника өсімдіктерді топырақсыз, жасанды ортада қоректік заттардың судағы ерітіндісінде өсіру әдісі. Онда өсімдіктер тамыры арнайы дайындалған субстраттарда орналасады. Гидропониканы қолдану арқылы топырақты өңдеуге, арамшөптермен, зиянкестермен күресу үшін қаржылық шығындарды азайтады. Сонымен қатар аз ғана орын алады. Заманауи технологиялар жыл бойы жаңа піскен көкөністерді алуға мүмкіндік береді. Мақсаты: қалалық жерде экологиялық таза көкөністерді өндіру, табиғи ресурстарды үнемдеу арқылы ауыл шаруашылығындағы инновациялық үлес қосу, қоршаған ортаны қорғау, химикатсыз өнім шығару. Міндеттері: органикалық тыңайтқыштарды қолдану, электр энергиясы күн панелі арқылы қамтамасыз ету. Артықшылықтары: жыл бойы өнім алуға мүмкіндік береді, химиялық тыңайтқыштарды қолданбайды, топырақты қажет етпейді, суды 80-90% үнемдейді, орналасу үшін көп орын қажет емес. Қажетті жабдықтар: гидропоника қондырғысы, вент шамдары, қоректік ерітінділер, контейнерлер мен тұқымдар. Экологиялық тиімділігі: топырақтың эрозиясын ластануын азайтады, су ресурстарын үнемдейді, қалдықсыз технология, жерді пайдалануды қажет етпейді. Нарықтағы қажеттілік: қала тұрғындары органикалық таза өнімге қызығады. Мектеп, балабақша, аурухана, экодүкендер негізгі тұтынушылар. Шешетін мәселелері: азық-түлік қауіпсіздігі, химиялық өнімдердің арылуы, жасыл технологияларды енгізу, қалада ауыл шаруашылығын дамыту. Қорытынды: мен мынандай қорытындыға келдім. Гидропоника әдісі қазіргі уақытта планетамыздағы керекті ресурстар, яғни су мен топырақты үнемдеуге қолайлы. Гидропоника әдісі арқылы судың мөлшерін тек бір абиотикалық факторларды реттей отырып, біздің үстелімізге сапалы тамақтық көкөністерді жеткізуді шешуге болады. Осы әдіс арқылы қыс уақыттарында суық тию ауруларынан және де көктемдегі кезіндегі дәрумендерге бай көкөністермен қамтамасыз етіп, адам иммунитетін көтеруге көп ықпал етеді. Өз жұмысымды қорытындылай келе мен мынандай шешімге келдім. Гидропониканың болашағы зор. Ресурстардың шығынын азайтып, қысқа уақыт ішінде көп өнім алуға болады. Құрал-жабдықтары да қолжетімді. Ең негізгісі көкөністермен жыл бойы қамтамасыз етуге болады. Назарларыңызға рахмет.